Әлем достар, мен бүгін америкалық триллер фильміне қысқаша шолу жасайтын боламын. 2039 жыл, жерде адамдар саны тым көп болып кетті. Сол себептен адамзат жойылуға аз қалды. Біріккен ұлттар ұйымы елдерге халық санын жыл сайын 10%-ға азайтып отыруды тапсырды. Осы ережені пайдаланып, Америка жіңішкеру жоспарын бастайды. Жоспар бойынша әр жыл сайын оқушылар емтихан тапсыруы керек болады. Тесттен кім төмен баға алса, сол адамға дәрі салынып жазаланады. Саймон теңдеулерді шешуден қиналып жатады. Ол Лейнердан бір нәрсе сұрайды. Ол қораптан линзаларды алады да оған береді. Саймон линзаларды кигеннен кейін ол математикалық теңдеулерді оңай шеше бастайды. Басқа жерде Эдвард Техас штатының әкімінің баласы болады. Ол үйден шығып кетіп, оның қызы Эллиді көруге көлікке отырады да ертеңгі тест туралы талқылай бастайды. Бірақ Эдвард оның тесттен сәтті өтетініне сендіреді. Сол кезде Эдвардтың әкесі оларды тауып алады да баласын офисіне алып келеді. Дэн Эдвардқа маңызды тестке дайындалудың орнына сыртта жүргеніне ренішті болады. Келесі күні тест күні болады. Көп оқушылар мектеп алдында қатарда тұрады. Олар тестке кіруден бұрын тексеруден өтеді. Эдвард Элладан оқу линзаларын беруді сұрайды, бірақ ода линзалар болмайды. Оқушылардың бірі қолында жазылған шпаргалкалар үшін ұсталады. Ол қаша бастайды. Сол кезде күзетшілер оны ұстап алады. Ешкім емтиханнан қаша да, көшіре де алмайды. Мектеп ішінде Элли Эдвардты құшақтайды да емтихан залына келеді. Бірнеше минуттан кейін емтихан басталады. Оларда тесті бітіруге 2 сағат болады. Барлығы планшеттерінде берілген есептерді шығара бастайды. Элли есептердің бәрін еш қиындықсыз шешіп тастайды да бірінші бітеді. Оның досы Келлин қиналып жатқандай болады. Емтихан біткеннен кейін олар бірден өз нәтижелерін алады. Мұғалім тесттен өтпей қалған бірнеше оқушының есімдерін оқиды. Оқушылар қобалжи бастайды да мұның бәрінің тез бітуін қалайды. Осы кезде өтпей қалған оқушыларды күзетшілер алып кетеді. Олар жылайды, күзетшілерге қарсылық көрсетеді және кейбірі қашуға тырысады. Күзетшілер қарсылық көрсеткендерді сабай бастайды. Бақытымызға орай, Элла, Келлин және Эдвард тесттен сәтті өтеді. Бірақ соңғы сәтте Эллидің есімі де аталып, күзетшілер оны алып кетеді. Эдвард әкесіне хабарласып, Эллиге көмектесуді сұрайды. Бірақ оның әкесі көмектен бас тартады да заң барлығына бірдей деп айтады. Ашуланған ол Эллиді өзі құтқаруға асығады. Ол күзетшілерді шабуылдап, Эллиге қашуды бұйырады. Бірақ тест ережесіне сәйкес ешкім бұл жерден қаша алмайды. Эдвард Эллиді әлі де құтқаруға тырысады, бірақ ештеңе істей алмайды. Бір жыл өтеді. Тестке 24 сағат қалады. Кенет есікті біреу қағады. Бұл Лейланың мұғалімі мисс Бурч болады. Мисс Бурч қыздардың аналарының өлімінен кейін оларға күтім жасай бастайды. Ол Лейланы жұбатуға тырысады. Ертең Курри тест тапсырды және Лейла бұған қатты уайымдайды, бірақ барлығы жақсы болатынына сенеді. Осы кезде Эдвард бөлмесінде видео түсіріп жатады. Ол тестте әдейі қате жауаптарды белгілейді де солайша әкесінен кек алуға тырысады. Тест күні келеді. Лейла кіші сіңілісін балабақшаға апарады. Оның сабақтарында оларға видео анимация көрсетеді. Ода жердің қазіргі жағдайы көрсетіледі. Жер халықтары жыл сайын 5%-ға азайып отыруы керек және отбасыларға тек бір ғана бала бағуға рұқсат етіледі. Қарт кісілер өлтіріледі. Бірақ Америка ең ақылдыларды ғана қалдырып, қалғандарын жою жайлы шешім қабылдайды. Қазірше бұл балаларға ештеңе болмайды, бірақ олар тест тапсырады. Олардың мұғалімі қайғыда болады. Себебі бір бала жойылуы керек болады. Бақытымызға орай, Карин тесттен сәтті өтеді. Лейла мен Келлин де тестке кіреді. Бірақ тест уақытында басталып, аяқталмай қалады. Осы уақытта басқарушы Дин Эдвардтың тестін көріп шошиды. Ол тест менеджері Мейсонге хабарласады да Эдвардты оның ұпайына қарамастан өткізіп жіберуді сұрайды. Мейсон Эдвардтың ұпайын Лейла ұпайымен ауыстырып жібереді. Тест қорытындысы шығады және бір таңғаларлығы Лейланың да аты аталады. Ол тестті тапсыра алмай қалды. Мисс Бурч күзетшілерге оны босатуды сұрап, оның ең үздік оқушы екенін және жүйеден қате кеткен болуы керек деп айтады. Дегенмен, тест қорытындысы шешуші болады және енді өзгертілмейді. Ол Лейланың есік кілтін қашып кетуге көмек ретінде береді. Эдвард Лейланың өтпей қалғанына таңғалады. Тесттен өткендер кешке жиналып, тойлай бастайды. Келесі көріністе Дин халық алдында сөз айтып, өзінің президенттікке кандидатурасын ұсынады. Ол олардың оқу жүйесін қолдайды. Себебі олардың жүйелерінің арқасында олар 196 ел ішіндегі ең үздік оқытушы ел атанды. Қылмыс мөлшері 26%-ға төмендеді. Эдвард кеште әкесінің халыққа жолдауын тыңдап жатады да кетіп қалады. Ол дәліз арқылы өтеді де күзетшіні ұрып кетеді. Кейін ол басқару бөлмесіне барады. Осы кезде Лейла және басқа тесттен өтпей қалғандар қабырғаға қарсы тұрғызылады. Оларға киімдерін тексеріс үшін шешу бұйырылады. Оларды кейін жазыла бөлмесіне алып келіп, оларға дәрі салады. Кенеттен Эдвард светті өшіріп, мектеп үшін түнелтеді.
мүмкіндікті қолданып жазаланайын деп жатқан оқушылар өздерін босатып қаша бастайды. Бірақ Лейладан басқасының бәрі қашып үлгермейді. Ол мұғалімі берген кілтті пайдаланып бөлмеден қашып кетеді. Мейсон бөлмеге кіріп басқарушыдан есеп алады. Олар Лейланың жоқ екенін байқайды да оны іздестіруді бастайды. Эдвард Лейланы табады да күзетшілермен күресуге көмектеседі. Әңгіме барысында олар өздерінің тест қорытындыларына бір нәрсе болғанын түсінеді. Олар ауа канализациясы арқылы тест қорытындыларын көру үшін компьютер жаққа барады. Осы кезде мектеп жарықтың сөнуінен толықтай жабылады. Бұл жаңалық жан-жаққа тарап бүкіл штатқа айтыла бастайды. Ата-аналар уайымдайды. Әкім Дин Мейсонға хабарласып, жағдайды баяндауды сұрайды. Бір кезде Эдвардтың ауа канализациясы темірі ашылып кетеді де, ол суға құлайды. Лейла оның артынан секіреді. Ол оны судан алып шығады, бірақ ол дем алмай қалады. Лейла оған жасанды дем жасайды да, оны құтқарып алады. Эдвард мен Лейла киім ауыстыру бөлмесінен тапқан киімдерді киеді. Олар канализация арқылы жүруді жалғастырады. Күзетші есіктің алдында тұрады. Ең қорқыныштысы, Лейланың кілті күзетшінің тура алдына құлайды. Күзетші оны байқамайды, бірақ Лейла оны бір нәрсе қылып алуы керек болады. Олар физика зертханасына кіреді де, магнит арқылы кілтті тартып алуды жоспарлайды. Бірақ зертханада олар кішкене шу жасайды да, күзетшіге зертханаға келуге мәжбүрлейді. Олар тезірек қашуға тырысады. Лейла канализацияға кіріп үлгереді, бірақ Эдвард зертханада қалып қояды. Лейла кілтті алуға тырысады да, оны жарты жолға сәтті көтереді. Кенеттен күзетші бұны байқап қояды. Бірақ кейін оны жай күзетші кейпіндегі Эдвард екені белгілі болады. Ол күзетшіні талдырып, киімін киіп алған. Екі күзетші Эдвардты ұстап алады да, барлығын Мейсонға жеткізеді. Ол Лейлада кілттің бар екенін ашады. Мейсон барлық мұғалімдерді жинайды да, біреуі кілтті Лейлаға бергеніне сенімді болады. Осы кезде мисс Бурч бір мұғаліммен әңгімелесіп, оның кілтін ұрлап алады. Мейсон мұғалімдердің кілттері мен айдилерін тексере бастайды. Бурч кілті мен айдиін көрсетеді де өтеді. Бір мұғалімде кілт болмағандықтан Мейсон одан Лейланың қайда екенін сұрайды, бірақ ол ештеңе білмейтінін айтады. Мейсон оны ұрып жібереді. Лейла әйтеуір серверлер бөлмесіне кіреді. Ол өзінің кілтін қолданып компьютерлерді қосады, бірақ компьютерде құпия сөз болады. Кейін ол Келлинге құпия сөзді тауып беруді сұрау үшін хабарласады. Бірнеше уақыттан кейін Келлинге Лейланың хабарламасы келеді. Ол құпия сөзді табуға көмектеседі. Лейла қорытындыдан өзінің 98% алып өтпей қалғанын, ал Эдвардтың 15% ғана алып өтіп кеткенін көреді. Ол тағы іздестірулер жүргізіп, Эллидің 88% алып тұрып өтпей қалғанын байқайды. Ол бағалау жүйесінің қате екенін және басқарушылар кез келген адамды құлата салатынын түсінді. Кейін жарық қайта жанады. Күзетшілер камерадан оның серверлер бөлмесінде екенін көреді. Лейла осыны түсініп сыртқа қарай қашады. Бірақ Мейсон оны бірден ұстап алады. Эдвард бір жағынан әлі де күзетші кейпінде болады. Ол тесттен өтпей қалған оқушылармен бірге. Ол күзетшіге оқушыларды жазалау бөлмесіне алып баруды бұйырады. Бірақ күзетші бас тартады. Екеуі арасында төбелес басталады. Күзетші оның маскасын шешіп, оның Эдвард екенін көреді. Келлин Лейланың хабарламасын көріп, тест қорытындыларына таң қалады. Келлин ашуланады. Олар бірден жаңалықтар каналына қоңырау шалады. Журналист тесттің әділ өтпегені жайлы баяндайды. Басқарушылар Динға оқиға үшін оның президенттік кандидатурасын алып тастаумен қорқытады. Дин осы кезде барлық кінәні Мейсонға жаба салып, өзінің кінәсіз екендігін жариялайды. Амал жоқтан олар расымен де тесттен өтпей қалғандарды, соның ішінде өз баласын да жазалауға мәжбүр болады. Мектеп ішінде күзетшілер Лейланы жазалау бөлмесіне алып келеді. Эдвард та сол жерде болады. Мейсон Динға оқушыларды жазалай берейік пе деп сұрайды. Бірақ Дин оларға тоқтауды және шынымен тесттен өтпей қалғандарды, соның ішінде өз баласын да жазаласын деп бұйрық береді. Күзетшілер Лейла мен басқа шынымен тесттен өткен оқушыларды босатады. Лейла Эдвардты сүйеді. Күзетшілер оларды жазалау бөлмесіне алып келеді де оларға дәрі құя бастайды. Мектеп қайта ашылғаннан кейін Лейла кіші сіңілісіне және мисс Бурчқа барып, оларды құшақтайды. Бірнеше сағаттан кейін біз жазаланған оқушылардың денелерін лифтпен жер астына апарып жатқандарын көреміз. Оларға берілген дәрі ұйықтататын дәрі болып шыққан. Олар фабрикада жұмысшы болып істейтін болады. Көп адам фабрикада істейді. Соның ішінде Эдвардтың қызы Элли де болады. Осыдан біз жазаланған оқушылар миллиондық компанияларға құл болып жұмыс істейтінін білеміз. Осымен фильм аяқталды.